Сол үшін екен кейбіреулер айтады, ана Құдайға сенбей жүрген адам миллионер болып жүр ғой. Құдай неғып беріп қойды оған? Дейтіндер бар ғой. Иә, ол өйткені соны сұрады, берді. Құдайдан сұрады ма, Құдайдан сұрамады ма, ол қазір психологияда айтады ғой, білесіз ба? Анау психологияда айтып жатады, ойлай берсең, ой барлық нәрсеге жеткізеді дейді. Сондай мағына береді да. Сен ойласаң, жаңағыдегі ой, бұл материализуется дейді ғой, мысль. Адамның ойы материалдық күйге айналады дейді. Ол бір нүкте. Екінші нүкте немесе айтады, түп сана дейді. Адамның подсознаниясы, андай түпкі бір санасы, түпкі нәрсесі барлығын істей алады. Соған тығып соны басқаруды үйреніп алсаң, сен бақытты болып кетесің, сен миллионер боласың, миллиардер боласың дейді. Бұның барлығы бір кішкентай үлкен терінің бір пұшпағы ғой, бір бұрышы ғана. Бір бұрышы ғана айтылып атқан дүние. Оның түпкі нәрсесі, олар психологияда түбінде эзотерикаға кіріп айтады. Қазіргі заманауи современный психология эзотерикаға қосылып, осы дүнияуи дүниеге қосып былай деп айтады. Енді мен енді ойды айтып атырмын, ол қалай орындалады енді, қалай түседі енді, қалай келеді бұның барлығы десе, вселенная дейді. Анау төбедегі көкжиек дейді, саған бәрін беріп қояды дейді. Кімді айтып атқанын түсінген шығарсыз өзі, бірақ бәрібір қандай Құдайға сенбеймін деген адам болса да, түбі оны қалай айтса да, оны вселенная деп айтама, оны басқа деп айтама, оны бір басқаша неше түрлі ат қояма, оның түбі бәрі бір Құдай. Осы Алла, бүкіл дүниенің егесі. Осы дүниенің егесі береді оны. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әуел баста айтып қойды. Мутаватир хадисте келген. Иннамал а'малу бинният. Барлық амалдар не нәрсе? Ниетпен болады. Ликулли имриин ма нава. Барлық адамға ниет қылғаны болады деп пайғамбарымыз 15 ғасыр бұрын айтып кетті. Оны кеше енді кітаптар жазып жатыр. Сен не ойласаң сол болады дейді. Пайғамбарымыз айтып қойған оны. Сен ниет қыл дейді. Сол ниет қылған нәрсеңді Құдай береді дейді. Болды. Ол бар нәрсе. Ол болған нәрсе. Бірақ әңгіме мына жерде ғой, мына Құранның аятында. Күллу нумидду хаулаи ва хаула. Мыналарға да біз медет береміз. Мин атаи раббик. Сенің Раббыңның нығметтерінен, яғни Алланың нығметінен соларға медет келеді. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. Ал сенің Раббыңның нығметі, берешегі қайтарылмайды дейді. Яғни Алла кімге берсе, одан алып алатын адам жоқ. Кімнен алып қойса, оны беруші ешкім жоқ. Бұл өмірдің ақиқаты пайғамбарымыздың асыл сөздерінің бірі.